Хүррем Султан жерік болған сол айбалы десертті. Тау жерік болмасақ та біздер де жеп көрейік. Сен Сулайман пашаның қатыны болсаң, мен Шыңғыс пашаның қатынымын. Не қылса біздер де казалардан біз. Әшейін қатын емес. Кезінде 1.300.000 сом қалың пұл төлеп алып қашып келген ақыдай деп өзімше қиялымда Хүрремге паңқылдап жатырмын. Ай, бейшара. Соның арасынша осы десерттің тұзы тартты ау. 20 жылдық достым өз қолларымен машиныма осындай торпеда тігіп әкеп. Машиным болғандығы шиқолыңнан тік беретін ем деп еді. Тау қабарың жоқ па? Шымбайда тігу машина сататын магазин ашылды ғой. Сол магазинге қарап алып кеттім. Бұл жерде киім тігетін, шиқол тігетін, аберло салатын, кнопка басатын. Ой, бұл ақшам жоқ еді ау десеңіз, бөліп беру қызметлері де бар. Манзил тап мешіттің қасындағы зданияда тігу машиналары деп үлкен етіп ванер қыстырып қойыпты. Бұл жерде машина алсаңыз, апарып құрып беру бесплатно. Һәм үтігіңіз, қайшыңыз бәрі бір жерден бітеді. Үйге келсем айбаларым, өгей әжапам Айсараның бетіндей қып-қызыл болып тұрған екен. Бәрін қаздай қатарластырып тарелкеге дізіп шықтым да. Достыма қане бір жеп көріп бақа бер десем,